менің аштық болған деуші еді, шүкір Алла, көргенім жоқ мен соны. Түйір нанға зару болған кезектің, мен туғанда біткен екен ең соңы. Атам менің соғысталы бесіне сөйлеуші еді, қас дұшпанға көшіге, соғыс деген қызық екен ғой деп отырам, ұзақ қарап орден туған төсіне. Құдай жоқ деп аттан салған уақытта, атам еске ап терең ойға батыпты. Есіне алып, тек Алладан қорқатын, қазіргі ұрпақ деді неткен бақытты. Асқан, атқан қазақтың ер ұлдарын, сынада там жұрттың білеу жылдарын, нағыз байлық деп сынады ол жерінде әр қазақтың аман есен тұрғанын. Атам маған мұңын айтты бұрынғы, соның бірін көрмей өскен буынмын. Назарбаев Нұрсұлтанның тұсында тәуелсіздік алғаннан соң туылдым. Өтер датам ертеңіме сеніп тек көз тебеді ел басына еліктеп. Өйткені біз қазақ тізгін ұстаған дәл осындай күн аңсаған еліктеп. Шетел асып төрін көрдім сан елдің, азат елдің айбынына дәлелмін. Тоқаев басқаратын елден деп, бізге қазір назар ауған әлемнің. Нұр атамыз шекарамды бүтін ғып, бодандықтың бодауынан құтылдық. Естелігін естіген мен атамның ешқайсысын көргем жоқ, шүкірлік. Ынтымақтың ырысына бөленген мемлекетім көш ілгері көбелден. Үрейленбей жүрген елде арман не, бомба құлап кетпей ме деп төбемнен. Тарихтағы ең бақытты ұрпақпын, көк байрақтың саясында көгерген. Менің елім әлемнің ақ барысы, ел басым бар, еркін елдің намысы. Әлемдегі ең бақытты ұрпақпын, нені дүр сілкінткен дауысы. Құтты болсын тәуелсіздік мерекесі, мықты болсын елімнің керегесі. Тәтті болып халқым әрқашан, кетпесін туған жердің берекесі. Біз бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығының 3-ші курс студенттері ұлттық қасиетіміз бен ұлттық құндылықтарымызды ұлықтап, ұлттық намысымызды оятқан, намысы берік халық ретінде танытқан 16 желтоқсан тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймыз.